Қайырлы күн, құрметті Инстаграм парақшамыздың тұрақты жазушылары және көрермендері. Бүгін кезекті тікелей эфиріміз. Менің есімім Нұрхан Әлиұлы Нұрмаханов. Қарағанды облысының ақпараттық түсіндіру тобының мүшесімін. Тіл жанашырымын, ұлт жанашырымын. Енді бүгінгі тақырыпты былай алғанды жөн көрдім. Қазақ халқы адасқан ба деп. Міне осы сұраққа жауап береміз. Себебі жатағымның жетегінде жүрген кейбір таныстарымыздың ойлауынша қазақ халқы адасқан. Өйткені сондай жатағымның жетегінде жүрген бір танысымен кездескенде, неге сен дәстүрлі ислам жолын ұстанбайсың, неге ата-бабаларымыздың ұстанған дінін ұстанбайсың дегенде, сендер Аллаға серік қосасыңдар, сендер адасқансыңдар дейді. Қандай дәлелің бар десем, сендер сүйекке табынасыңдар, сендер талға шүберек байлайсыңдар, сол талды әулие деп санайсыңдар дейді. Сосын мен отырдым да барлығын жақсылап түсіндірдім. Содан кейін барып, мен бұндай екенін білгенім жоқ. Егер білгенімде, мен ешқашанда бауырларымды ренжітіп, ауыр сөздер айтпаушы едім ғой деді. Сондықтан осы эфирді пайдаланып, мен сол қазақ халқының сан ғасырлардан бері келе жатқан жолын шамам келгенше түсіндірейін. Сіздер де осындай ойда жүрген бауырларымыз болса, насихаттаңыздар, түсіндіріңіздер. Енді мен көрнекілік ақпарат үшін айтайын. Мысалы, мынандай талдарды көрген шығарсыздар. Үлкен, көлеңкесі мол тал болады. Соған көптеген шүберек байлап қойған халық бар. Осыны көріп, жатағымның жетегінде жүрген бауырларымыз, сендер талға сыйынып жатсыңдар дейді. Сосын мен айтам, бұның қайдан шыққанын білесің бе? Бұл ешқандай да талға сыйыну емес. Мынандай хадис бар. 3 адамның дұғасы қайтарусыз қабыл дейді. Ата-ананың баласына жасаған дұғасы, жетімнің жасаған дұғасы және мүсәпірдің, яғни жолаушының жасаған дұғасы қабыл деген хадис бар. Осы хадисқа амал қалған қазақ халқы жолаушының дұғасын алу үшін арнайы айдаладағы өсіп тұрған көлеңкесі мол бұлақтың түбінде сондай ағаштарға шүберектің жай өзін байламаған. Ішіне не тиын тебен салған, не ашып кетпейтін құрт сияқты азық салған. Шаршап, шалдығып келе жатқан жолаушы талдың түбіне, көлеңкесіне, саясына демалып алайын деп тоқтағанда шүберекті көреді. Сол шүберекті ашқанда ішінде не тиын тебен шығады, не жүрек жалғайтын қорек шығады. Құрт ірімшік сияқты. Соны жеу арқылы шаршап келе жатқан жолаушы әрі қарап жолын жалғастыруға күш жинап алады. Қалтасында тиын тебен таусылған болса, сол жердегі садақа тиынды алады. Сөйтеді де бұны қойып кеткен, байлап кеткен адамға 2 дүниенің ырзық несібесін бер деп дұға жасайды. Міне соның дұғасын алу үшін біздің қазақ осы хадиске амал қылып, осы әрекетке барған. Десем, сендер сүйекке де табынасыңдар ғой. Оған қандай дәлел келтіресің десем, біраз танысымның үйіне барсам, мынандай мүжілген мойын омыртқаны қойып қояды дейді. Сендер оны табынбасаңдар, оны неге қойып қойдыңдар босағаларыңа? Сосын мен айттым, бауырым, бұның да ешқандай дінге, сенімге қатысы жоқ. Қазақтың 4 түрлі қонағы болады. Бірінші қонағын өзі де танымайды, ол да танымайды. Құдай жіберген қонақ қой деп, оны құдай қонақ деп атайды. Ал таныстарының ішіне бір қуанышына арнайы шақырса, оны арнайы қонақ деп айтады. Ал енді шақырмаса да келе беретін қонақ бар, оны қыдырма қонақ деп айтады. Үнемі үйінен шықпай қазанасына от жақса, қайта-қайта бас сұға беретін ол қылтима қонақ деген болады. Міне сол бірінші қонақтың ішіндегі ең қазақ үшін қадірлісі бұл құдай қонақ. Ал енді құдай қонақты құдай айдап келіп қалса, мен сені күте алмайын, басқа үйге бар деп бетіне қазақ ешқашан айта алмайды. Себебі қонақ күте алмау қазақтың сүйегіне басылған таңба. Сондықтан ол қонағына айтқысы келгенін мәдениетті түрде осы мойын омыртқаның сүйегімен білдірген. Себебі қазақ мойын омыртқаны жаңадан босанған әйелге берген, соның сыбағасы деген. Әйел мүжіп болған соң оны қонаққа айту үшін босағаға іліп қойған. Бірақ енді оның барлығын айта бермеу үшін баланың мойны қатайғанша тұрсын дейді. Енді танымайтын адам аттан түсіп, қазыққа атын байлап жатып мойын омыртқаны көреді. Сонда алдын ала қонағым, бұл үйде жаңадан туылған бала бар. Сондықтан баланы емізуі мүмкін, немесе артын тазалауы мүмкін, бала жылап қалуы мүмкін. Сол себептермен менің әйелім уақытында шайыңды, тамағыңды алып келе алмай қалса, алдын ала кешірім сұраймын. Егер
шаршап келе жатсаң, менің балам жылап немесе ойнап күліп мойныңа асылып мазаңды алып қойса, алдын ала кешірім сұраймын деген дана қазақтың қонақтан алдын ала кешірім сұрауы немесе ескертуі. Сен маған ренжіме, мен ескерттім. Бұл үйде жас бала бар, жаңадан босанған әйел бар екенін мен осы омыртқа арқылы айттым дегені. Ешқандай дінге бұның қатысы жоқ. Сол сияқты көптеген үйде кәріжілік ілініп тұрады. Мысалы, мынандай кәріжілік ілініп тұрады. Бұны да көрген кейбір жат ағымның жетегінде жүрген бауырларымыз, сендер адасқансыңдар, кәріліктен сүйек сақтайды, үйге ұры келтірмейді деген сияқты сенімдермен адасып жүрсіңдер дейді. Бұл жерде де дінге, сенімге бұның түк қатысы жоқ. Себебі кәріжілік малдың басқа сүйектеріне қарағанда тұрған сайын қатая беретін сүйек. Басқа сүйектер тұрған сайын мүжілуі мүмкін, жұмсарып кетуі мүмкін, ал кәріжілік қатая береді. Соны көзінің алдына іліп қояды. Қашан бабына келген кезде тұрмыстық өміріне қажетті дүниелер жасайды. Мысалы, пышаққа сап жасауы мүмкін, қамшыға сап жасауы мүмкін, немесе киіз сияқты қалың дүниелерді тігетін сояу деген ине жасауы мүмкін. Міне сол қажетіне жараған жарату үшін бабына келгенше кәріжілікті босағаға іліп қоятын болған. Бірақ енді өкінішке орай кейін бабаларымыздың не үшін қолданғанын білмейтін кісілер қазіргі таңда бұны кәдеге жаратпаса да әлгі күнге дейін босағаға іліп қойып, қазір енді атпен жүріп құдай қонақпын деп келіп жатқан қонақ болмаса да әлі күнге дейін осы бабаларымыздан келе жатқан жолды жалғап келе жатыр. Сондықтан неге ілетінен түсінбейтін ұрпақ пен неге ілгенін түсінбейтін ұрпақтың ортасында кейде осындай түсініспеушілік болып жатады. Жалпы қазақ халқы ешқандай да адасқан халық емес, діннің жолын ұстанған, дәстүрді дәріптеген, салтының біразы сүннетке барып тірелетін, ғұрпының біразы хадиске барып тірелетін, сан ғасырдан бері дәстүрлі исламды ұстап келе жатқан халық. Сондықтан осылай ойда жүрген бауырларымыз болса, айтыңыздар, насихаттаңыздар, біз шамамыз келгенше түсіндіре берейік. Сіздермен бірге болған облыстық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Нұрхан Әлиұлы Нұрмаханов.